таштабайлы. Сіз намаз таштабаңыз, намаз сізді таштабайды. Сізді ата-енеңіз таштайды, аялыңыз таштайды, бала-чақаңыз таштайды, досыңыз таштайды. Тиги дүниесін айтып беріп тұрмын, бұл дүниеде де таштайды. Сіздің денеңізден жан шықты, ассаламу алейкум. Сізді барды таштап қойды. Сізге ешкімге керек емес. Көп болса бір жұма илайды, бір ай. Болды, әркімнің өзінің тіршілігі бар. Біреу больницаға барыш керек, біреу тойға барыш керек, біреу ес алғанға барыш керек, біреу жұмысқа шығыш керек, мемлекеттің ішіне барыш керек. Ешкімге керегі жоқсыз, болды. Сіз таштабаңыз намазы, намаз сізді таштабай. Пайғамбарымыз айтқан бейіштің ашқышын таштабағыла, алып жүргілі. Ертеге сіз көзіңіз шашырап, ешкім сізге жардам бермегенде, намаз сізге жардам береді. Ең бірінші қиямат күні бірінші намаздан сұрақ башталады. Намазыңыз жақсы өтті, барлығы жақсы өтеді. Бұл сізге пайда ғана алып келеді. Намаз сізді арқаға тартпайды, алдыға түртеді. Намаз сізді төмен қылмайды, көтереді. Намаз сізді дозаққа таштабайды, бейішке шығарады. Намаз қолыңызда бейіштің ашқышы. Намаз таштабаңыз, ырысқыңыздың берекесі, күнәлерден сақтай тұрған, тоқтата тұрған, әмірсіздіктен, қылмыштылықтан тоқтата тұрған бұл намаз. Намаздың күші. Шын үшін Алла Тағала бізді жақсы көреді, намазда көргісі келеді. Алла бізді намазда көріп, базарда емес, намазда көргісі келеді Алла Тағала бізді. Қайра-қайра намаздың ішінде көргісі келеді Алла Тағала. 5 уақыт намазда жалқаулық қылбайды.